молда торғай. Мен төбесінде шошағы бар молда торғайды бала кезімде көп көрдім. Өзге құсқа ұқсамайды. Адамға жақын жүреді. Оны таспен атқылап жатқанымды әкем көріп, «Оның не? Ол қасиетті құс қой!» деп ұрысқан. Кейін Қалабек атадан сол торғай жайлы сұрадым. Ол қасиетті құс, оны өлтірген кісі бақытсыз болады деді. «Неге?» деймін мен сене алмай. «Аңыз бар» деді атай. Адам ата жұмақтан қуылғанда осы шөл даладан орын әзірлеп жағдай жасаған молда торғай екен. Оның кіршіксіз көңіліне риза болған адам ата оған Алланың 1001 есімін үйретіпті. Ол Алланың барлық атын жаттап білімпаз құсқа айналыпты. Бұдан соң зеңгір көкке көтеріліп, шырқай ән салып, Алланың есімдерін әлемге әйгілей бастапты. Егер ол Құдайдың 1001 есімін еш мүдірмей айтып шықса, жұмаққа бармақшы екен. Бірақ ең соңғысына келгенде қателесіп кетті. Оның себебі былай. Ол сайрап тұрып ең соңғы есімді айтарда жерге қарайды. Төменнен өз көлеңкесін көреді де қорқып кетеді. Біз жерге жақсылық жасаудың орнына көлеңкемізді түсіреді екенбіз-ау деп ойлайды. Соны ойлап тұрғанда Алланың 1001 есімін ұмытып қалады. Сөйтіп қайтадан жерге оралады. «Бұл аңыз ғой» деймін мен. «Аңыз екені рас» дейді атай. Алайда аңыз әңгіме тектен-тек тумайды. Ол халықтың жүрегінен шығады. Сосын да ұмытылмайды. Осыны айтып аз-кем ойланып отырады да, біз де бала болдық, сол кезде шешеміз, егер молда торғайды өлтіріп қойсаңдар, бақытсыз боласыңдар деп жиі айтушы еді. Не үшін? Өйткені ол қасиетті құс. Оның мынадай өлеңі де бар. «Молда торғай атым бар, қанатымда хатым бар. Мен өлтірген жүгермек, жастайыңнан жетім қал». Атай осыны айтты да қатты жөткірінді. «Молда торғайың ақын екен» деймін мен әзілге шаптырып. Құстың ішіндегі ең білімдісі болса, бойында қасиеті болса, оған өлең шығару қиын шаруа болып па? Деді атай. Мен сөзге тосылдым.